Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді әрі қою болып шығатын айран немесе қатық деп жатамыз, ұйыту әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Айран немесе қатықты ұйыту үшін бізге қолдың сүті қажет болады. Егер де қалалық жерде қолдың сүті табылмай қалған жағдайда дүкендегі 3-тен жоғары пайыздық сүтті қолдансаңыздар болады. Сүтімізді сүзіп алып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін толықтай бөлме температурасына суытып аламыз. Қолыңыз күйіп қалмайтындай 37-38 градус шамасында болу керек. Суыған сүтімізді ыңғайлы банкаға немесе бутылкаға құйып ұйытуға болады. Көбіне қалалық жерде ұйытатын табиғи ұйытқы болмай жатады. Ол кезде не істеуге болады? Қалай ұйыту керек? Ол әдісті де сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Сүтіміз суыды. Сүтіміз қатты салқын болмау керек, немесе қатты ыстық болмау керек. Қолың күйіп қалмайтындай температурада болу керек. Ұйытқының 3 әдісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші әдісі ұйытқы ретінде қолың таза табиғи айраны, немесе табиғи қатығын алып, оны кесеге алдын ала жақсылап араластырып алып, біркелкі қылып араластырып, содан кейін сүтімізге қосамыз. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдісіміз ұйытқы болмаған жағдайда дүкендегі фудмастердің йогурты немесе активия, натуральный йогурттар қоюлығы қолдың айранындай болса жеткілікті. Сол йогуртқа осы суытылған сүтімізден 3 ас қасық қосып, екеуін біркелкі болғанша араластырып, осы банкідегі сүтке құятын боламыз. Ол екінші әдісіміз. Ал үшінші әдісіміз дүкендегі 20% қаймақты алып, оған 3 ас қасықтай осы сүтімізді қосып, екеуін біркелкі болғанша жақсылап араластырып, банкідегі сүтімізге құятын боламыз. Бұл сондай 3 әдіспен айранды ұйытуға болады. Біркелкі болды, енді банкымызға құйып шығамыз. Әр банкіге 2 ас қасықтан немесе 3 ас қасықтан құйып шығып, банкінің түбіне дейін жақсылап араластыратын боламыз. Құйып болғаннан кейін крышкасын жауып, еш қимылдамайтындай немесе ешкім тиіспейтіндей қалың одеялға орап, толық ұйығанша 6-7 сағатқа қалдыратын боламыз. Мен кешке ұйыттым, бір түнге қалдырдым. Бір түн болып өтті. Таңертеңнен ашып, қатығымыз ұйыған, бірақ бұл әлі толық дайын емес. Енді осы айранды тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямын. Сонда бірнеше қоюлана түседі. Тоңазытқыштан 2-3 сағат өткеннен кейін қатығымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шықты. Қаймағы бетіне шығып, қоюланып, ұйып шықты, дәмі керемет. Дүкендерден әлде не дәмді керемет болып шығады. Егер видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.